15 сәуір қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар күні. Махаббатқа тұнған жүректер лүпіл қағып, осы бір аяулы мерекені асыға күтіп жүрген шығар. Жылына бір рет келетін ғашықтар мейрамында сүйген адамын қуанту үшін он ойланып, мың толғанып жүргендер де бар. Әлкей Марғұлан мәңгілік жыр деп атаған бұл жыр қазақ халқының төбеге көтерер мақтанышы, қос жүректің ұраны. Қос ғашықтың махаббаттарын ұғынып, осы екі жүрек иелерінің атына күн белгілеп, махаббатты дәріптеген мереке халық арасында 1999 жылдан бері тойланып келеді. Махаббат дүйім дүниенің ең асыл, жалпақ жалғанның ең кіршіксіз сезімі болса, ұлы сезімнің шырқауы шыңына көтерілген сезімге адал, сертке берік қозы көрпеш баян сұлу шынайы махаббаттың символы. Өмірдің тұтқасы осы ұлы махаббат сезімінде. Ғашық болсаң саған күнде гүлде, жан жағындағы адам да күліп қызға қарап тұрған секілді. Бұл өлең шумақтарын оқи отырып, махаббатты жоқ деп айтуға болмайды. Махаббат бар, ол адаммен бірге жүреді. Тек оны аялай білу керек. Әрбір адам өз махаббатының бағбаны. Солып қалмау үшін қай гүлде қанша су құю керек екендігін бұлжытпай білетін бағбан тәрізді адам да өз махаббаттарының үнемі жайқалып тұруына таңбастан жағдай жасап отыруы тиіс. Махаббат дүниедегі барлық күштің, барлық қуаттың бастауы. Онсыз еш жерде жеңіс жоқ деп айтқан Әзілхан ағамыздың пікіріне қосыламыз. Махаббатсыз дүние бос дегенді айтқан абыз Абайдың, Маржан мен Қасымның, Мұқағали мен Жұматайдың жырлары қаншама ғашықтың жан жарасын жазды. Ғашық жүректерге шуақ сыйлайтын мерейлі мереке арқау болған қозы көрпеш пен баян сұлу тағдырынан сыр шерте отырайық. Қозы көрпеш баян сұлу жыр эпосы халқымыздың інжу маржаны, асыл қазынасы. Бір-біріне қосыла алмаған қос ғашықтың қайғылы махаббатын жырлайды. Лира эпостық жыр 8-14 ғасырлардан бастап жырланып, 19 ғасырдың ортасы тұсында қағазға түсірілді. Қозы мен баян эпосы Сыбанбай, Бекбау, Жанақ, Шөже ақындар арқылы ауыздан ауызға тарап, ұрпақтан ұрпаққа жетті. Сарыбай мен Қарабайдың перзенттері аң аулап жүріп құдаласқан бұл екеуі ұл қыздарын кейінірек махаббат жолына түрлі қиыншылықтарға ұрынатыны куә болды. Екеуі бастапқыда бір-бірін көрмей ғашық болады, ал көргеннен кейін олардың арасындағы сезім үдей түседі. Дүние қоңыздық пен көре алмаушылық, кек пен ашуға тап болған қос жүрек иелері өле өлгенше бір-біріне деген нәзік сезімдерін сақтай білген. Олардың махаббаттары осымен құнды. Жырда қозының баянға деген сезімі туралы көп баяндалады. Қай нұсқасында болсын, оның баянға деген сезімін баса суреттеуге тырысады. Мысалы, көрпеш: дүниеде қашық қатты екен, көңілді болған бір қызды, беремі тәңірім, бермеймі, ынтық болған бір қызды. Қосылғанша мен оған ішіме қайғы толғызды, дейді баянға. Бұл үзіндіден қозы көрпештің баянды шын сүйетіндігі, тіпті өзінің сүйгені үшін бәріне де дайын екенін дәлелдейді. Ал баян сұлу ақылды да инабатты. Оның сұлулығы былайша жырланады. Баян сұлу 14-ге келген екен, тал шыбықтай бұрылған ол бір керім, беті аппақ, ұшы қызыл қара көзді, қиғаш қара қасы бар сондай көркем. Аппақ, көрін маңдайлы, қолан шашты, шашының ұзындығы тізе басты, аузы гүлдің шашағындай, тісі меруерт, мұндай сұлу жаһанға жаралмасты. Ақылына көркі сай, баян сүйгеніне ешкімді ауыстырмайтын, өзінің антына беріп, өз сезімі үшін күресе білетін жағымды кейіпкер. Оның да көрпешті сүйетіндігі мына өлең жұмбақтары арқылы байқалады. Есімнен көрпес үшін жаңылып ем, әкеме мұнша қашық не қылып ем, дертіңіз болды ма екен бізден үлкен, өлместей болып алдық құса дерттен. Беліңнен қатты қысып құшақтасам, қабырғаң солқылдай ма, сынар ма екен?
Қозы көрпеш баян сұлу дастаны қазақтың ғашықтың жырлары ішіндегі ертеректен келе жатқан және қазақ арасында өте көп тараған түрі. Бұл жырдың 16 нұсқасы бар. Қозы көрпеш баян жайы көбінше екі жастың қайғы қазасымен бітеді. Әуелі қозы көрпеш өледі, содан кейін ғашықтың дертінен баян да өледі. Қозы көрпеш баян сұлу жыры адалдықтың, пәктіктің, тұтастықтың, шынайы мөлдірліктің символы ретінде, мінсіз жыр үлгісі ретінде мәңгі сақталады.